Әңгіме барысын ары қарай Нәбидің айтуымен жазамын. Бұл әңгімені маған баяндаған оқырман әйел кісі мен ер кісі еді. Ал бастаймын. Бұл өмірге барлығы дерлік әке-шешесі себепкер болып келеді емес пе? Ал бірақ менің тағдыр жазуым тым ерекшелеу болды. Шіркін-ай, өзгерту қолдан келсе, кәнекей. Асылға ессіз ғашық болдым. Оның сұлулығы жайлы әңгіме бір төбе. Адамгершілігін айтсаңшы. Қазір қай дәрігерге қаралсаң да қалтасына әбетіңіз болмаса бізге жақсы қарасын деп қыстыратын нәрсемізді қыстырып кетеміз ғой. Ал асыл басқаша. Ақшасын ұсынған адамдардың қолын кері қайтаратын. Пендеміз ғой. Мен сұраймын, асыл-ау, қызық екенсің, қалтаңды тесеме ала берсеңші деп. Сонда маған үзілді-кесілді жоқ дейтін. Маған алу қиын емес қой, тек әр ақшаның сұрауы болады. Ол қиын, өтей алмайсың. Онсыз да мемлекет қарағаныма ақысын беріп жатыр. Шүкір, берекесі бар. Ертеңгі күні қабірде жатып, сол біреу қиналып тауып, өзі ауырып шипа іздеп келіп отқан жанның маңдай терімен тапқан ақысын маған берсе, оның өтеуін мен қалай өтеймін? Сұраламын ғой сол үшін. Не деп жауап беремін? Асылымның жауабы жүрегімді елжіретіп от тастады. Расында-ау деген ойға қалдым. Ол мені көп тәрбиеледі, көп жақсыны үйрендім асылдан. Сонымен не керек, үйіміз береке мен шаттыққа толы болды. Үйге келген асылдың бауырларын өз бауырымдай көрдім. Оларды жібергім келмей үйлеріне. Шүкірімізді айтып бақытты өмір сүрдік. Арада жыл өтіп балалы болдық. Шекесі торсықтай ұлымыз келді өмірге. Асылды өз үйімде терлетіп, өзім қарап жатқанмын. Енем тамағын көтере келіп кетеді. Балдыздарым бөбектің кір-қоңын жуып кетеді. Өйстіп жүргенде өміріме бір әйел ене бастады. Сол әйел пайда болғалы өмірімнің тас-талқаны шықты. Ол әйел менің анам еді. Ана деген аттан садаға кет. Білмеймін, мұным дұрыс па, әлде бұрыс па. Бірақ анама деген өкпе реніш мені жеңіп кетті. Мені өмірге әкелген дәнекер өзі болса да, ол кісінің мейірім махаббатына бөленіп, өспеген соң болар. Менің де анаға деген махаббатым ашыла қоймады. Балалары үйінен кетсем де, онда барып тұратынмын. Жұмысқа тұрып қолыма ақша түссе де, айлығымды алған күні бірінші сонда барамын. Ол жердегі балаларға қолдан келгенше тәттілер мен ойыншықтарымды алып барып қайтатынмын. Сөйтіп жүргенде мені анам сол балалар үйі арқылы тауыпты. Ондағылар менің мекен жайымды бәрі білетін. Қош, сонымен не керек, анаңмын деп келді. Тастап кеткеніме кешір деп. Арада көп әңгіме болды. Қыз күнінде үйлі баранды еркекпен алданып қалған көрінеді. Ол еркек бұған өз өмірі туралы көп өтірік айтқан екен. Жүктімін деген анамды тастап кеткен. Ал анам үй ішіне мен жайлы айта алмай, қалада жүріп босанып, туа сала мені өткізіп жіберген. Жағдайым дұрысталса алып кетемін деп ойлаған, оған өмір басқа сынақтарды сала берген. Күндер сырғып өте беріп, мені іздеп таппақ болған арманын орындаған екен. Сені бір көрсем, кешірім сұрасам деген арманым көкейім кетпесе екен деп келіпті. Алдыма еліп кешірімде сұрады. Анам ғой деп, мен де кешіріп қабылдадым. Менің үйімде қалыңыз, бірге тұрамыз дедім. Бірақ өзінің отбасы бар екен. Бір жеті болып кетемін деді. Енем де құдағиын үйіне тамаққа шақырды. Анам келгеніне 3 күн болғанда мәз-мейрам болып кешкі асқа келдік. Қыстың көзі болатын. Анам үйге көңілді кіріп, әдемі әңгіме өрбітіп отырған. Кенеттен қабырғада тұрған суретке анамның көзі түсіп, өңі қурап сала берді. Құдағимен оны-мұны айтып отырған тамақтан алып, кенеттен манағы көңілді отқан адамның көлеңкесі де қалмады. Мен мұны байқадым. Ой үстінде қалған анама қарап, менің де өңім бұзылды. Ол кезде, айттым ғой, асыл босанып алған бөпемізді. 1 айлық болғаны енді еді. Анамның әлгі төрдегі ілініп тұрған картинаға қарап, қайта-қайта мазасы қашып отырғанын байқадым. Бірақ ештеңе деп сұрамадым. Тамақ алынып, шай келді. Анам ауырып тұрмын деп қайтуға асықты. Тағы көрсеміз ғой деген желеумен қайтып кеттік. Көлікпен келген соң бөпемізді құндақтап ала келгенбіз. Оны орып, келіншегімді қалың киіндіріп қайта шықтық. Үйге келе от жақтым өзім. Жаңа босанған келіншегімді өзім терлеткім келді.
Үйден шығарда салып кеткен көмірім шоқтақ айналып қалыпты. Үстінен қайта отын әкеліп салып, ошақты маздатып қойдым. Шайды енемнің үйінен анам асыққан соң дұрыс ішпеген еді асыл. Тез шөлдей береді екен ғой жаңа босанған аналар. Соған сүт шайын демдеп бердім. Ошақтың жанына төсектерін салып бергем келіншегім мен ұлымның. Асыл жалғызсырамасын деп жанында қосылып шай іштім. Бұл уақытта анам басқа бөлмеде жатқан. Мазам болмай тұр, ұйықтай қояйын деп. Бір кезде біз де ұйқыға кеттік. Жарықты сөндіріп жатып қалған кезде де ұйықтай алмадым. Анамның бағанағы бейнесі көз алдымнан кетпей қойды. Орнымнан тұрып, анам жатқан бөлменің есігін қақтым. Ол кезде мама деп атағанмын. Ол кісіні кешіріп қабылдаған сәттен. Есікті қақтым. Мама, ұйықтап қалдыңыз ба? Сәл үнсіздіктен соң тағы қайталадым. Жауап жоқ. Содан соң шыдай алмай есікті ашып кірдім. Кіргенім дұрыс-ақ болған екен. Қонақ шақырарда қоятын үстеліміз бар еді. Ауырлау келген. Сол столды жатқызып қойған. Орамалын үстел аяғына байлап, өзін-өзі аспақшы болып жатыр екен. Жүрегім бір сұмдықты сезгендей-ақ болыпты. Тез қимылдап орамалды шешіп анамды отырғыздым. Су шаштым бетіне. Әбден жылапты. Не болды сізге, мама? Саған берер менің махаббатымнан гөрі қайғым көп болған екен. Білсең, сені қатты жақсы көрдім. Қимай тастап кеттім. Әппақ нұр жүзіңді қимай қайта-қайта сүйіп, етегім жасқа толып өзіңнен бас тарттым. Сондағы елдің сөзінен қорықтым. Басқаны білгенде солай боп қалуы мүмкін екенін де білуім керек еді ғой. Жігітіме сенген едім, ол мені алдаған екен. Менімен танысқанда бойдақпын деген, ал қалай жүкті екенімді біліп оған айтқанында, менің отбасым бар, жаңадан үйленгенмін, келіншегімнің де аяғы ауыр, оны жақсы көремін. Жастықтың желі басылмай не болар деп жүргем, менен күдеріңді үз деп ақшасын қолыма ұстатып кеткен. Содан қайтем? Алдырып тастауға уақыт үлкейген. Қанша туғым келмей қаламасам да, Алла жарық берсе көреді екен. Ішімді әбден ұрдым, соқтым, жыладым. Өз-өзімді тастап жібердім. Жатақханадан шығып пәтер жалдап, әр жерге ыдыс жуып жүріп жұмыс жасадым. Өзім арық, бойжаң болған соң ішім біліне қоймады. Үнемі кеңкиіп жүрдім оқуға да. Босанарға 2 ай уақыт қалғанда жақыным қайтты деп сұранып оқудан шықтым. Ол кезде сабақ аяқталып жатқан деп анам ескі жарасының аузын тырнап сөз бақтай берді. Мама, неге? Менің шаңырағыма келіп мұндай нәрсе жасап отырсыз? Тағы да бақытсыз қылып кетпексіз бе? Деп ашуландым. Есін жияр дегенім еді. Асылдың әкесінің суретін көріп, неге көңіліңіз түсіп кетті? Танисыз ба? Іштегі күдігім тастап кеткен жігіті осы болмаса екен дейді. Айтсаңызшы. Ашуға булыққанымнан даусым қатты шығып кетті. Тастап кеткен жігітің кім? Атын айтшы, қайда тұрады? Қанынан жаралдым деп іздеп барайын. Әдейі солай айттым. Шындықтың шырмауығынан түйсігім сезіп тұр. Тек қана анам жалтарып кетеме деген ой болып тұр. Біраз үнсіз тұрып, жылап тұрып анам, әттең, әттең, әттең дей берді. Сенің әкең сол адам. Жек көрдім, жек көргенім сонша енді қалғым келмеді. Сыртқа шығуға бекініп, орнымнан атып тұрдым. Көлікке келіп, оталдырып жүріп, ауыл сыртына бардым. Ешкім аяқ басып бармайды-ау деген жерге. Іштегі ашу, ызам, өкінішім менің еркімнен тыс болып жатыр. Сонда мен Асылмен, ал баламыз ше? Менің Асылға деген сезімім ше? Қайда қалды бұның бәрі? Қандай қиын сезім мына сезім. Қандай қиын. Таң атып кетсе де көлік ішінде жата бердім. Анам, жоқ, әлгі апайдың кетіп қалғанын күттім. Қыс ауасы суық болса да, жанымның жаурап мұздағанынан тәнімнің жаурағанын сезбеппін де. Түске таман үйге бардым. Келіншегім байғұс амалдап от жағып, қалың киініп алып, жыбырлап жұмысын жасап жүр. Мені көрді, бірақ ештеме сұрамады Асыл. Үйге кірдім де ұлымды құшақтап ұйықтап кеттім. Енді не болады? Қалай болады? Ойлап жауап таппадым. Шындықты Асылға бірден айта алмадым. Уақыт керек болды. Өзімді іштей дайындадым. Араға 5 ай толды. Асылға ешқандай да жақындамадым. Шындықты айтудың ретін таппадым.
Шайтан ойым кейде жап-жақсы отбасың, айтпа дейді. Оймен арпалысып жүргенде ұлымның сырқат екенін білдік. Көп ауыра берді. Ұйқысыз түндерде жылай берді. Асыл екеуміз кезек-кезек қараймыз. Осы 5 айға толғанда пайда болды бұл дерт. Бірден ойыма әр нәрсе сап ете қалды. Асыл жылап еңіреп жүріп қаратты дәрігерлерге. Қасында мен бармын әрине. Кішкентай балаға бар ауруды үйіп төгіп берген. Баусында ауытқу бар дейді. Бауыр, асқазан жетілмей қалған. Айта берсең тіптен көп. Өзімнен тараған ұлым ғой. Ет жүрегім езіліп, шарасыз жатқан бөбегімді қолыма алып, еңгілдеп кеп алып жылайын. Көлікте отырмын, балам қолымда. Асыл ауруханада құжаттармен жүр. Балапаным, балам-ау, ботадай көзіңнен айналдым. Жапа шеккен құлыным. Сен қиналдың-ау, жарқыным, жүрегім. Айтыңыздаршы, перзентінің ауырып жатқанына қиналған көріп, қай ата-ана шыдасын? Мен бір шешімге келдім. Бұлай жалғаспайды. Жалғаса берсе ұрпағыма зиян тиетінін біліп тұрмын. Мұндай сұмдықты кім көрген? Бірақ өмірде болады екен бәрі де. Асыл құжаттарын алып көлікке отырды. Көңіл күйі жоқ, қайдан болсын. Тіке үйге тарттым. Ең қиын сәт мен үшін. Айтудың өзі ауыр. Асыл отыршы, айтарым бар. Отырғызым жаныма. Қалай болды, солай айттым. Тек тыңдап болғанша ештеңе айтпа дедім. Ол үнсіз ғана жылап отыр. Қандай қасірет мынау. Ұйып тұрған отбасыңның өзің бас тарту. Сүйе тұра кету, көну. Қиын бермесін мына тағдырды ешкімге. Асыл жылап та өз-өзіне келе алмай апта жүрді. Мен де үнсізбін. Бұлай болмайды, молда шақырайық. Біз білмедік ештеңе. Үлкендердің қателігінің зардабын біз шектік қой, деді Асыл. Қос жанары жасқа толып. Содан енеме айтып, ол кісі де естіді бар жайды. Оған да оңай соқпады, білем. Үйге молда шақыртып, некені босып, Құран оқытып, құрбан шалдық. Үйімді дипломмен ауылға жобасымен алған соң келісім шартқа қол қойғаным бар. Жырақ кете алмадым. Басшылықпен сөйлесіп келісіп, жарты жылға басым оған жаққа кеттім. Балам 7 айдан асқанда періште болып келіп, періште болып кетті. Осы жағдайдан соң кеттім. Анама бардым іздеп. Қатты сөйлеп ренжітсем, кешіріңіз. Сізді кештім. Аман болыңыз деп ол кісімен де қоштастым. Оған да оңай болмады. Бір қателігі бар өмірін өксітті ғой. Медресеге бардым анамнан шығып. Құран жаттап намазға жығылдым. Солай қайтадан ауылға келдім. Асыл да намазға жығылыпты. Басына түскен нәубеттен шашы да ағарыпты. Оңай емес оған да, маған да. Келіп Асылмен жеке сөйлестім. Екеумізде де сезімнің ұшқыны қалмапты. Асыл отбасымен қалаға көшетіндерін айтты. Білімін жетілдіріп, сонда жұмыс жасаймын деді. Міне, бүгін Асыл отбасымен қалаға көшті. Өзім басы қасында жүріп, жайғастырып, жәрдем бердім. Ендігі өмірі жақсы болса екен. Қолымнан келгенде тағдырдың жазуын өшірер едім. Бірақ мүмкін емес. Жақсы жар кездестіріп жатса, мен де отбасын құрармын. Тек жүрек түкпірінде бір түсініксіз сезім қалады екен. Сіздің әңгімелеріңізді мен үзбей оқимын. Сосын ой келіп Нәбиге айттым. Екеуміздің сізге жазғанымызды ұрпақ алдындағы парыз деп түсіндік. Сезімнің жетегіне еріп, бүкіл өмірімізді солдырып алмаңыздар дегіміз келеді, деп аяқтады сөзін соңын кейіпкер. Ауыр тағдыр, түйсігі бір нәрсе сезер жақсы жан. Керемет сабақ алады деп ойлаймын.